Баршаңызға сәлем достар, келе жатқан айт мерекесі құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін сіздермен ешқандай дрожжсіз тез дайындалатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бөлме температурасындағы айранымыздың үстіне тұз, қант, одан кейін сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін осы массаның үстіне жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізіп алынған ұнымыз бен содамызды осы массаның үстіне құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызды бірден барлығын салып жіберуге болмайды, сондықтан 2-3 бөлікке бөліп, салып араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл бауырсақтардың ерекшелігі тез дайындалады, қонақ келген кезде 10-15 минутта дайындап, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Жұмсақ қамыр илегеннен кейін бетін целлофанмен жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін дастарханымыздың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды қойып, оқтаумен жаятын боламыз. Тым жұқа етіп жайып жібермеңіздер, шамамен 1 сантиметрдей жайып алсаңыздар болады. Қамырымызды қалауларыңызша домалақ немесе 4 бұрышты етіп кесіп дайындап алсаңыздар болады. Табамызға сұйық май құйып қатты қыздыратын боламыз. Одан кейін орташа отта бауырсақтарымызды 2 шетінен аударып пісіретін боламыз. Абайлаңыздар, қолдарыңызды майға күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Осылай барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Осымен біздің оңай тез жасалатын бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі оңай рецептермен бөлісетін боламын. Келе жатқан айт мерекесі құтты болсын, отбасыларыңызға амандық, бақыт, татулық тілеймін. Сіздермен болған Жібек, назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.